Ертеде бір ешкі жеті лағымен орманда тіршілік етіпті. Бірде ешкі орманға жиналыпты. Есікті ешкімге ашпаңдар. Мен қайтып оралғанда есікті қағып, лақтарым, шұнақтарым, есікті ашыңдар. Аналарың сендерге сүт әкелді, деп ән саламын, дейді. Осы кезде ешкі үйінің маңында қасқыр жемтік іздеп жортып жүрген. Ол лақтарды алдамақ болды. Қасқыр ешкінің кеткенін күтіп, лақтардың ешкімнің қарауынсыз қалған сәтін аңдыды. Қасқыр ісмер адамға келіп, жіңішке дауыспен ән салу үшін тамағын қағып беруін сұрады. Ісмер таң тамаша болды. Бірақ тамағын қағып, оның даусын жіңішкертті. Қасқыр ешкі үйіне жақындап келіп, есігін қақты. Сонан соң, жіңішке нәзік даусымен, «Лақтарым, шұнақтарым, есікті ашыңдар. Аналарың сендерге сүт әкелді», деп әндетті. Лақтар есікті ашты. Жауыз қасқырға керегі де сол еді. Ол үйге баса көктей, кимелей кірді де, лақтарды бірінен соң бірін қылғытып алды. Тек бір лақ қана тығылып үлгерген еді. Сұрқия қасқыр жетінші лақты ұзақ іздеді, бірақ таба алмады. Ешкінің келетін уақыты болып қалған болатын. Сондықтан ол үйінен зыта жөнелді. Ешкі үйіне келсе, есік айқара ашық жатыр. Үй ішінде ешкім көрінбейді. Пеш ішінен бір лағын тауып алды. Ешкі басына түскен қайғыдан көз жасын көл қылып, зарлы үнімен зарлап жылады. «Лақтарым, шұнақтарым, көлге біткен құрақтарым, есікті ашып, қасқырға жем болдыңдар». Ешкі қасқырға келіп, «Сен бе менің лақтарымды жеп қойған?» деп сұрады. Қасқыр оған, «Сенің лақтарыңды жеген жоқпын» деп жауап береді. «Жемегеніңді дәлелде. Кел, екеуміз мына ордан секірейік. Егер сен менің лақтарымды жемесең, онда оңай секіріп кетесің», деді ешкі. Қампиған қарнымен ордан секіру қасқырға қиын түсетіні белгілі ғой. Бірақ амал қанша? Секірді, бірақ өзін-өзі ұстай алмай, тура ыстық шоқтарды бар орынға құлады. Қарны жарылып, одан құлан таза лақтар орғып-орғып секіріп шықты. Олар аналармен шұрқырасып табысты. Сөйтіп, ешкі лақтармен бұрынғыдай ауызбірліктері күшті, ынтымақты болып өмір сүріп